Құран біздің жүрегімізде болған кезде біздің адамгершілігіміз жақсы еді. Құран тілімізге түскеннен кейін дұрыс болмай қалды деп айтады. Неге десеңіз, Шәкәрім айтады, жаман тәпсір жайылып жер жүзіне, діндесе тұрағы шәресіз азамат. Бар кінәсі олардың тәпсіршіде, адасып нұрлы аятқа жағып тұтады дейді. Ол біздің кінәміз емес, ол жаман тәпсірдің таралуы, әлеуметтік желінің, болмаса қазіргі ақпараттық қоғамның, болмаса қазіргі біздің мынау жан жаққа мемлекеттерге есігімізді айқара ашудың, әртүрлі ағымдардың келуінің нәтижесінде болған дүние. Әйтпесе қазақ халқы, болмаса қазақ діндарлығы әлде сол қалпында деп мен өзім ойлаймын. Солай болу керек деп те санаймын. Бірақ десе де ақпараттық заманда біз алдымызға келген ақпараттың бәрін қабылдай бермеуіміз керек. Біздің құндылығымызға сәйкес келе ме, келмей ме деген дүниелерді қарау керек деп ойлаймын. Әйтпесе Құранның төрден ауызға түсуі немесе қолға түсуіне байланысты емес. Біз Құранды жалпы алған кезде шынайы түсінетін болсақ, нағыз мағынасын түсінетін болсақ, немесе нағыз жаңағы құндылығын түсінетін болсақ, бәрі қандай да болмасын, ол бізге жақсылық. Өйткені біз айта алмаймыз ғой, қазақтар алғаш Құранмен танысқан кезде бәрі іліп қою үшін алды деп. Жоқ, қазақтың ішінде талай дін ғұламалары Құранды қолдарына ұстап халықты дұрыс бағытқа, мысалы кешегі жеті жарғы, кешегі Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысының бәрі шариғатқа негізделген дейтін болсақ, оларды Құранды іліп қойып оны шығарған жоқ, соны оқып шығарды. Бірақ кім оқыды, қалай түсінді, соған байланысты. Сондықтан да қазіргі әлемде таралып жатқан теріс ағым идеологиясының Қазақстанға кіріп кетуі, бұл біздің төрдегі Құранымызға қатысы жоқ. Бұл санадағы немесе саясаттың жүргізіп жатқан саясатына байланысты деп ойлаймын. Сондықтан соны дұрыс екшей білу керек, соны дұрыс қабылдай білу керек. Фильтрация деген дүние бар. Бізде өкінішке қарай қазір соны жойып алдық. Бұрын қазақ діндарлары, қазақ дінпаздары шетелге барғанда, тіпті қажылыққа барған кезде де бізге ағымдарды, басқа мазхабтарды алып келмеген еді. Неге? Қазақтың ауызбіршілігіне сынап болып қалар, қазақтар бір-біріне қарсы түсіп қалар. Жоқ, қазір біреу шетелге барып қойса, сол мемлекеттің дәстүрін, мәдениетін, салтын бәрін қоса алып келеді. Мазхабын, содан кейін проблема басталады. Сондықтан да біздің көп жағдайларда осы дін саласындағы мамандарға да түсіп жатқан жауапкершілік осы ауызбіршілікке қызмет ету жағын ойлау керек. Өйткені Құдайға біздің сыртқы формамыз емес, жан дүниемізбен жағатындығымызды ешқашан ұмытпауымыз керек. Ал діннің негізгі, діндарлық негізгі критериясы ол ішкі жан дүниенің тазалығы, адамгершілік. Шәкәрім айтқандай, қиянатың бар болса иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат деген сияқты. Біз діндарлық деген дүниені адамның ішкі адамгершілігімен өлшейтін халықпыз. Сыртқы формасымен емес. Ал сыртқы формасына жабысқан сайын діндарлықтың қадірі кетіп бара жатыр.